Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен француз тіліндегі дауысты дыбыстармен танысатын боламыз. Яғни бірінші дауысты дыбысымыз бұл А, Ү, И, О, Ü, Ü және И. Бұл әріп Y әріпі, бірақ И дыбысын береді. Сіздермен дауысты дыбыстардың қандай әріптермен қосылған кезде басқа дыбыс беретінін өтетін боламыз. Бірінші дауысты дыбысымыз бұл бізде А. Екінші Ү, И, О және Ü. Қайталаймыз. А, Ү, И, О, Ü. Бұл дыбыс ерекше дыбысталатындықтан көптеген студенттерге қиындық тудыруы мүмкін. Сондықтан да көбірек осы дыбысты айтып жаттығып алыңыздар. А әріпі И әріпімен қосылған кезде дыбысын білдіреді. Яғни біріншісі, одан кейін екіншісі А әріпі Ü әріпімен келгенде О дыбысын береді. Яғни мына жердегі О секілді дыбысталады. О. Н әріпімен қосылған кезде аң болып оқылады. Яғни мұрыннан шығатын дыбыс. Орысша бұларды назальный деп атайды. Аң. Біздегі ң дыбысы секілді. Яғни аң деп айтсаңыздар болады. Ү дыбысы И дыбысымен қосылған кезде дыбысын береді. Яғни мына жердегі секілді. Екеуі де деп дыбысталады. Ü әріпімен қосылған кезде Ü дыбысын береді. Ü. Н әріпімен қосылған кезде аң деген дыбыс береді. Яғни бұл екеуінің дыбысталуы бірдей. Бірінші мен екіншінің. Екінші дыбыстар бірдей дыбысталады. И әріпі. И әріпімен қосылмайды. Ü әріпімен тоже қосылмайды. Н әріпімен қосылғанда әң деген дыбыс береді. Әң. Бұл да бізде назальный болып табылады. Яғни мұрыннан дыбысталады. Мұрынға жібересіздер. О әріпі И әріпімен қосылғанда уа. Уа деп оқылады. Мысалы кхуа, фуа, люа деген секілді сөздерде Ü әріпімен қосылғанда У дыбысын білдіреді. У. Міндет түрде лесіп, қайталап жазып отырыңыздар. Видео барысында конспектлеп алғандарыңыз дұрыс. Сабақты дұрыс түсіну үшін. У. Сонымен келесі Н әріпімен қосылғанда оң деген дыбыс береді. Тоже назальный, мұрыннан дыбысталады. Оң. Енді Ü әріпі И-мен қосылғанда уи деген дыбыс береді. Н әріпімен қосылғанда аң деген дыбыс береді. Яғни мына екеуінің дыбысталуы бірдей. Әң болса, мына жердегі Ü плюс Н тоже әң дыбысын білдіреді. Қайталап шығамыз. О, аң.